Баршаңызға сәлем. Бүгін нарын тамағын жасаймыз. Ең алдымен суымызға етімізді, қазымызды және сәбіз салып аламыз. Сәбізді ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Ендеше қамырымызды жасайтын боламыз. Суымызға тұзымыз салып және де бір жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнымызды салып, қатты етпей, қатты жұмсақ етпей, орташа етіп қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илейміз. Июі қанғанша, арасында ұндар қалып кетпесін. Июі қанғанша жақсылап илейтін боламыз. Мінеки қамырымызды да илеп болдық. Енді осы қамырымызды пакетке салып, кішкене демалдырып қоятын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Неке қазанымызда етімізде қайнап, оның бетіне шыққан көбігімізді алып тастаймыз. Көбіктеріміз араласып кетпесін. Қамырымыз біздің демалды. Енді оны 3 бөлікке бөліп, осылай қамырымызды жаямыз. Бірінші осылай үлкейтіп алсаңыздар да болады. Арасына кішкене ұн сеуіп үлкейтіп алыңыздар, жабысып қалмасын. Осылай үлкейтіп жайсақ, өзімізге де сәл ыңғайлы болып келеді. Енді оқтаумен жаюды бастаймыз. Мына жақта біздің қазанымызда етіміз әдемі етіп қайнап жатыр. Неке қамырымыз бір зуаласы жайылды. Бұл екінші зуала жайылып атқан. Екі шетін басып жайсақ, теп-тегіс, бір тегіс болып шығады қамырымыз. Екінші зуаламызда жайылып болып қалды. Неке екі зуала жайылды, ортасына кішкене ұн себелеп жеріп, бір қайырып, бір шетке қоя тұрамыз. Енді үшінші зуаламызды жайып аламыз. Өте дәмді нарын шығатын болады. Нарынды барлық адамдар жақсы көреді деп ойлаймын. Әсіресе ер азаматтардың ең жақсы көретін тамағы. Неке осылай екі бүктеп тұрып үлкейтіп алсақ, жайған кезде кішкене оңайлау болады. Енді оқтауымызбен жақсылап екі шетін басып, әдемілі бір тегіс етіп жайып аламыз. Бұл қамырымыз жайылып жатқанда, қазанымызға суымызды құйып, тұзымызды салып қоямыз. Жайылған қамырымызды кесіп, осылай біртіндеп салып, арасында қозғап тұрыңыздар, бір-біріне жабысып, түбіне алып қалмасын.
Қамырымызды осылай әдемі етіп суға пісіріп аламыз. Бізде екінші қазанымызда етіміз бен сәбізіміз тұр. Мінекей қамырымыз әдемі болып пісті. Енді бұны үлкен ыдысқа сүзіп аламыз. Не үшін үлкен ыдысқа сүзіп алып жатқанымызды қазір алдағы уақытта көретін боласыздар. Міне сүзіп алған қамырымызды осылай бір-бірлеп үлкен ыдысымыздың шетіне жайып шығамыз. Қолымды неге батырып жатыр деп ойласаңыздар, ондағы салқын су, қамырымыз ыстық болғандықтан қолымызды салқын суға арасында батырып алып, қамырымызды жаямыз. Мінекей барлығын осылай бір-бірлеп бір-бірінің үстіне жайып шығамыз, жабысып қалмайды. Жайып шыққан қамырларымызды осылай бір-бірлеп қойып, арасына май жағып шығамыз. Кәдімгі тамақ істейтін өсімдік майы. Барлығын осылай біртіндеп қойып, май жағып отырамыз. Не үшін май жағамыз? Қамырымызды тураған кезде бөлік-бөлікке бөлініп тұратындай болуы қажет. Егер арасын майламасаңыз, қамырымыздың барлығы бірігіп қалады. Ендеше дайын болған етімізді майдалап турап аламыз. Мұнда біздің майлап қойған қамырымыз барлығы дайын тұр. Жанында әрине көмекшілерім бар. Сәбізді де дәл осылай майдалатып турап аламыз. Сәбізді қосудың қажеті жоқ. Егер ұнамаса, сәбізді кішкене ішінде вид беру үшін қостық. Енді жаңағы майлабаған қамырымызды осылай ұсақ етіп турап аламыз. Осылай ұсақтап турап аламыз. Арасына жаңа бір-бірлеп қойып май жаққанымыз үшін шашырап тұратын болады. Қамырларыңыз жабысып қалмайды, қорықпаңыздар. Мінекей біз қамырымыз, етіміздің барлығын турап алдық. Осыны жақсылап араластырып қоямыз. Мінекей біздің нарынымыз дайын. Жанына сорпасымен ұсынсаңыздар болады. Сорпасыз да жеуге болады. Ас болсын.